Әлем құрлығының ширек бөлігін жаулаған Моңғолдар империясы Шыңғыс ханның бастауымен 30 жыл бойы үстемдік етті. Осы уақытта дүниежүзі халқының 1/10 бөлігін қырып салған ол тарихта ең жауыз қолбасшы ретінде есте қалды. Шыңғыс хан тамақ үшін өз інісін садақпен атып өлтірген. Шыңғыс хан беделді қолбасшы Есугей батырдың отбасында дүниеге келген. Десек те, әкесін жау тайпасы өлтіріп кеткеннен кейін жанұяның басына күн туады. Айдалада қалған олар тамақты әрең тауып, жандарын әрең бағыпты. 14 жасқа толған Шыңғыс хан үйіне үлкен балық аулап алып келеді. Алайда оның басқа анадан туған інісі Бектер балықты қолынан тартып алып, өзі жеп қояды. Ашуға булыққан Шыңғыс хан оны қуып жүріп, ақыры садақпен атып өлтіреді. Осылайша ол алғашқы рет адам өлтіреді. Шыңғыс хан бойы 90 сантиметрден ұзын адамдардың басын шауып тастап отырған. 20 жасқа толғанда Шыңғыс хан әкесі үшін кек алмақшы болып, жау тайпасына шабады. Жеңіліс тапқан татарларды ол ерекше әдіс бойынша өлтіруді жөн көреді. Шыңғыс хан тұтқындардың барлығының бойын биіктігі 90 сантиметр болатын арбаның дөңгелегімен өлшеп, асып кетсе, шауып тастап отырған. Бұдан тек балалар ғана аман қалыпты. Шыңғыс хан жорықтарының сонында қалған адамның денелерін біреулер таумен шатастырған. 1211 жылы Шыңғыс ханның көзі Қытай жеріне түсіп, Цзинь империясына қарсы жорық ұйымдастырады. Халқының саны 1 миллион ғана болатын моңғолдар 53 миллион тұрғыны бар Қытайды жеңіп шығады. Шыңғыс хан бастаған әскер Цзинь империясының астанасы Джундуға жетеді. Дегенмен қаланы басып алу моңғолдарға қиын соғады. Шыңғыс хан қаланы қоршауға алады. 1215 жылдың жазына қарай қалада қалған қытайлықтар бір-бірінің етін жей бастайды. Бұған шыдамаған қала билігі есіктерді ашуға мәжбүр болады. Моңғолдар тұрғындарға аяушылық мүлдем танытпайды. Бәрін қырып, қаланы түк қалдырмай өртеп жібереді. Бірнеше айдан кейін оқиға куәгері былай деп жазыпты: адамдардың мәйіттері тау болып үйіліп, олардан аққан қан мен майдан жер басып жүруге мүмкін болмады. Шыңғыс хан өзінің қас жауын қолбасшы етеді. Тайшығұт моңғол тайпасымен соғыс кезінде Шыңғыс ханның атына оқ тиіп, жануар сұлап түседі. Шыңғыс хан тұлпардың денесінің астында қалады. Бұл шайқаста Шыңғыс ханның жауынгерлері тағы да жеңеді. Ұрыстан кейін ол тұтқындалғандардың барлығын дізіп қойып, садақты кім атқанын сұрайды. Осы кезде тұтқындардың арасынан Жебе есімді батыр суырылып шығып, оқты атқан адам өз екенін айтады. Бұған қоса ол оқты жылқыға емес, Шыңғыс ханның өзіне көздегенде жеткізеді. Батырдың қайсарлығына тәнті болған моңғол қонтайшысы Жебені өзінің қолбасшысы етеді. Шыңғыс хан туған қыздарын одақтастарына әйелдікке беріп отырған. Шыңғыс хан бұл тәсілді басқа әйелдердің билігін басып алу үшін ұтымды қолданған. Шыңғыс ханның қызын әйелдікке алу үшін басшылар өздерінің басқа әйелдерін сарайдан қуып отырған. Бұған қоса олар жорыққа қол бастап, салдарынан көз жұмған. Шыңғыс ханның қайтыс боларының алдында оның қыздары Қытай аумағындағы Сары теңізден бастап Иран жеріндегі Каспий теңізіне дейінгі аумақты билеген. Бір адамның кегін алу үшін Шыңғыс хан 1,7 миллион халықты қырып салған. Шыңғыс хан барлық күйеу балаларын бірдей өлімге аттандырмаған. Мәселен, бір қызы күйеуін қатты сүйген Шыңғыс ханды күйеу баласы Токучарды туған ұлындай көріпті. Алайда оған Нишапур маңында болған шайқаста жебе тиіп қаза болады. Бұған шыдамаған Шыңғыс хан кек алмақшы болып, Нишапурдың 1,748,000 тұрғынын, әйел, бала, тіпті жолда кездескен жан-жануарды қырып өтеді. Сондай-ақ Шыңғыс ханның қызының әмірімен моңғолдар мәйіттердің бастарын шауып, тау қылып үйеді. Моңғолдар жеңістерінің орыс ақсүйектерінің үстінде тойлаған. 1223 жылы моңғолдар Калка өзенінің маңында Киев русының ойсырата жеңеді. Өздерінің жеңістерін олар ерекше атап өтуді жөн санайды.
Моңғолдар бүкіл орыс қолбасшылары мен ақсүйектерін жерге жатқызып, үстілеріне ауыр тақтай қойып, дастархан жайып, той ұйымдастырады. Осылайша олар өздерінің жауларын таптап өлтіреді. Шыңғыс хан ірі өзен арнасын бұрып жіберген. Шыңғыс хан мұсылман мемлекеті Хорезм жайлы естігенде, бастапқыда бұл елмен достық қарым-қатынасын орнатқысы келеді. Ол мемлекеттерге дипломаттарын жіберіп, сауда-саттық бойынша келісім жасамақ болады. Алайда Хорезм шахы моңғолдарға сенбей, келген елшілерді тыншы деп ойлап өлтіруге бұйрық береді. Мұнымен қоймай, ол келесі жолы жіберілген елшілерді де өлтіріп тастайды. Шыңғыс хан қатты ашуланып, Хорезмге жорық ұйымдастырады. Нәтижесінде Хорезмді түп орнымен қиратады. Тіпті Хорезм басшысы дүниеге келген жерді су шайып кетсін деп, моңғол басшы өзен арнасын сол маңайға бұрған деседі. Шыңғыс хан таңғұттар мемлекетінің тарих сахнасына жойып жіберді. Шыңғыс хан Хорезмге аттанбас бұрын көзі жаулап алған таңғұттар мемлекетінен жасақ жіберуді сұрайды. Алайда таңғұттар оның бұйрығына бағынудан бас тартады. Бұл шешім таңғұт халқына өлім алып келеді. Хорезмді жаулағаннан кейін Шыңғыс хан өзіне сес көрсеткен таңғұттарды қырып тастайды. Таңғұт мемлекеті 700 жыл бойы тарих бетінен жойылады. Тек 20 ғасырда археологтар таңғұтша жасалған ескерткіш тауып, мемлекеттің болғанын дәлелдейді. Шыңғыс хан өзін желейтіндерді өлтіруге бұйрық берген. Шыңғыс ханның өсиетіне орай, оның денесін ешкім таппайтындай желу қажет болған. Бір топ құл мен жауынгерлер Шыңғыс ханның денесін шөл далада көмген деседі. Артынша жауынгерлер құлдардың барлығын өлтіріп, оларды сол маңайға көміп кетеді. Жерлеуден кейін елге оралған әскерлерді де өлтіруге бұйрық береді. Шыңғыс ханның зираты әлі күнге дейін табылмады.